шапалақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін мен бірінші жобам, былай айтқанда. Өзімді айтып өтетін болсам, мен есімім Дәулет, 2001 жылғымын. Ұлытау облысынан, Қазақстанның орталық қаласынан туылдым, сол жақтан шықтым. Менің балалық шағым ата-әжемен өсті. Ата-әженің үлкен құндылықтарымен, олардың санаға, тәрбиеге салған. Олар әке-шеше сияқты болмайды, оларда үлкен багаж бар. Сол багажды мен өзіме сіңіруге тырыстым. Осы күнге шейін адамгершілікпен тазалықты салуға тырысты, соны мен алып шығып жүрмін деп ойлаймын. Одан кейін мен гимназияға көштім. Мектептерім ауысып, гимназиядан мен сөздің шыны керек, нашар оқыдым. 9 класста өте қиын өтті маған. Ұзақ болды, сондықтан мен Астанаға кетем, ауыстыру керек, колледжге түсем дедім да, сонымен Астана колледжіне түстім. Жақсы, рахмет. Астана колледжінде мен политехникалық Қазақстандағы ең жоғары рейтингте тұрған колледжде өзімді жақсы көрсете алдым. Өзіме қуаныштым, және де мен колледж бітіре салып, шетелге, Чехияға, посольствомен келісіп, барлық дайын тұрған тұғын. Бірақ 2020 жылы өздеріңіз білесіздер, карантин басталды. Карантиннен біз қалып қойдық. Қайтып Сәтпаевқа келдік. Не оқу жоқ, не жұмыс жоқ. Қазақмыс қана істейді Сәтпаевта. Қазақмысқа өштік. Қазақмыста 5 жыл істеп, жатамен тұрып қалған сияқтым дедім, қайтып өсу керек, өну керек деп. Алматыға келдік. Қазір мен Каспийде товар сатам. Өздеріңізбен бірге өсуге, өнуге мен дайынмын, және де сол жолдамыз біз сіздермен бірге. Рахмет.